Осыдан ғасыр жарым уақыттан астам бұрын қазақ даласында бөтен бір халықты басқаша ойлауға үйреткен адам дүниеге келді. Оның шын есімі Ибрахим еді. Бірақ бүкіл әлем оны Абай деген атпен есте сақтады. Абай 1845 жылы қоғам қайраткері би Аға Сұлтан Құнанбайдың отбасында дүниеге келді. Бірақ баланың жан дүниесін әкесі емес, әжесі Зере мен анасы Ұлжан қалыптастырды. Олар оның бойына сөзге, аңыз қиссаларға, дала поэзиясына деген махаббатты сіңірді. Абай аңғарымпаз, ойшыл деген мағынаны білдіретін лақап аты бала кезінен ақ өзінің зеректігімен ересектерді таң қалдыратын. Әкесі оны ұруды басқаратын, дау-дамайды шешетін мұрагер деп дайындады. Алайда Абай басқа жолды таңдады. Ол медресе оқып, араб, парсы тілдерін, шығыс поэзиясын меңгерді. Содан кейін өз бетінше орыс приход мектебіне ауысып, Пушкин, Лермонтов, Толстой әлеміне енді. Ол қазақтардың ішінде алғашқылардың бірі болып, шығыс пен батысты өз бойына ұштастырды. Және өз халқына дәл осы алтын көпірдің ауадай қажет екендігін түсінді. Абай әкесі сияқты би болуға тырысты, бірақ билік пен рулық тартыстар оны қажытты. 28 жасында ол әкімшілік саяси қызметтен толықтай кетіп, өзін білім алу мен шығармашылыққа арнады. Ол надандық, күншілдік пен өзара араздық өз халқын іштей кеміріп жатқандығын көрді. Сол кезде ол биліктің орнына қаламды таңдады. Осылайша саясаткер емес, ойшыл дүниеге келді. Абай табиғат, махаббат, адам тағдыры туралы өлеңдер жазып, Пушкин мен Крыловты қазақ тіліне аударып, қандастарына әлем әдебиетін ашты. Бірақ оның басты еңбегі өмірінің соңында жазылған 45 қысқа ғибратты әңгіме мен философиялық трактаттан тұратын қара сөздер болды. Онда қазақтың ұлттық тәрбиесі, адамгершілік, құқық пен тарих мәселелері көтерілді. Абай тура, кейде қатал сөйледі. Байшылдықта да, соғыр еліктеушілікте де, адамгершілік бағдардан айырылуды да қатты сынға алды. Абайдың басты идеясы қарапайым әрі мәңгілік. Еңбек, білім мен өзінің алдындағы адалдық арқылы нағыз адам болу. Оның еңбектерінде жастардың адамгершілік және еңбек тәрбиесіне зор көңіл бөлінді. Ол өз болмысында жоғалтпай, басқа халықтардан үйренуге, өзгені соқыр көшірмей және ескіге соқыр жармаспай өз ақылымен ойлауға шақырды. Абайдың қазақ халқына тигізген әсерін бағалап жеткізу мүмкін емес. Ол нағыз рухани және мәдени төңкеріс жасады. Ақын қазақ әдеби тілі мен өлең құрылысын жаңартып қана қоймай, қазіргі ұлттың бірегейлік іргетасын қалады. Дәл осы Абайдың ағартушылық, гуманизм және ұлттық саны сезім туралы идеялары алаш қозғалысының қайраткерлері мен зиялы қауымның бірнеше буынына шабыт берді. Ол өз халқына ата-баба даналығын сақтап, сонымен бірге жаңа әлемге ашық болуға көмектесетін адамгершілік бағдарын берді. Абай Құнанбайұлы 1904 жылы 6 шілдеде Кенжеұлы Мағауияның өлімінен кейін 40 күн өткен соң дүниеден өтті. Жүрегі қайғыны көтере алмады. Бірақ оның сөздері өлген жоқ. Шығармалары әлемнің 60 тіліне аударылды. Оның есімімен Қарағанды облысындағы Абай қаласы, Қазақ ұлттық опера және балет театры аталды. Ол ұлттың ар-ожданына, қазақтарды әлемнен үйренуді тоқтатпай, өзімен мақтануға үйреткен адамға айналды. Абай соңына әскер қалдырған жоқ. Жерде жаулап алмады. Ол одан да үлкен нәрсені, өз халқын санасын жаулап алды. Ғасыр жарым уақыт өтсе де, оның үні әлі күнге дейін жаңғырып тұр. Ағатай, бұны маған ана жақта кетіп бара жатқан бір ата сізге табыста деді. Ол кім екенін білесіз бе? Ол жай ғана адам емес, інім. Ол даламыздың үні. Халық ойыну үшін бізге керек болған ол ұстаз. Ол ұлтымыздың ар-ождан күзетшісі, біздің мәңгілік темір қазығымыз.